Бүгінде жасым 50-ден асты. Түркістан мен Шымкенттің арасындағы шағын ауылда өткен балалық шағымды есіме алсам, әлі күнге дейін жүрегім сыздап, жанарыма жас келеді. Менің әкем милиционер болып жұмыс істеді. Әкем сырт көзге беделді, сөз өтімді адам болып көрінгенімен, өз шаңырағында нағыз қатты кезеді. Анам поштада жұмыс істейтін қарапайым, жуас, өмір бойы отбасының ынтымағын сақтауға тырысқан аяулы жан болатын. Үйде 2 қыз едік, мен және менен кейінгі сіңлім. Кішкентай кезімізде әкеміздің үйге ішіп келетін күндері біз үшін ең қорқынышты түске айналатын. Ол үйге келген бойда анама тиісіп, жоқ жерден сылтау тауып айғай-шу шығаратын. Анамызды бұрышқа қамап алып, соққының астына алғанда, сіңлім екеуміз бұрышта бір-бірімізге тығылып, қорыққаннан жылайда алмай, дірілдеп отыратынбыз. Кейде әкеміз ішіп келіп, түн ортасында бізді далаға қуалайтын. Сол кезде анам бізді құшағына алып, түнделетіп нағашы апамыздың үйіне қарай қашатын еді. Аяғымызда аяқ киім де жоқ, үстімізде жеңіл киім, суық түнде жылап бара жатқан сәттеріміз әлі күнге дейін көз алдымда. Нағашы апамыз бізді бауырына басып, әкеміздің ашу басылғанша үйінде ұстайтын. Әкеміздің бұл қорлығы 1 жыл емес, жылдарға созылды. Ол қалтасынан өзге әйелдердің заттары шығып тұрса да, өз айыбын мойындамай, қайта анамызға сес көрсететін. Соңында нағашыларымыз шыдай алмай, араласты. Ақыры бұл сені майып қылып өтіреді деп, анамызды әкемізбен ажырастырып алды. Бірақ тағдырдың жазуы басқаша болды. Әкеміз бізден бөлек кеткеннен кейін де таныш жүрмеді. Бұзақылармен, арақпен достасып, ақыры бір түні ауылдың шетінде 2 еркекпен төбелесіп қалды. Сол төбелесте әкеміздің төменгі жағына, кеудесіне ауыр соққы тиіп, қансырап, жолда қайтыс болды. Сол кезде ол өте жас еді. Әкеміз қайтыс болғанда, анамыз 2 қызымен жалғыз қалды. Анамыз бізді жетімсіретпеу үшін түнделетіп, таң атқанша еңбек етті. Бақшамыздан картоп, көкөніс өсіріп, соны сатып, бізді қатардан қалдырмай өсірді. Мен мектепті бітірген соң, Шымкент қаласына оқуға түстім. Студенттік жылдарым басталды. Мен медициналық училищеде оқып, диплом алдым. Содан кейін өз біліміммен, еңбегіммен ақша тауып, анама көмектесе бастадым. Бірақ өмірдің ең үлкен сыны әлі алда еді. Оқуымды бітіріп, жұмысқа орналасқан кезде, мен Дәулет деген жігітпен таныстым. Дәулет жүргізуші болып жұмыс істейтін, ашық жарқын, сөзге шешен, сәр көзге өте жақсы жігіт болып көрінді. Екеуміз сөйлесіп, тез тіл табысып кеттік. Жас едік, сезімге берілдік. Бірақ бұл сезімнің арты үлкен қасіретке айналатынын ол кезде менде, ол да білген жоқ едік. Дәулеттің отбасы, аға жеңгелері өте қатал, іштерінде үлкен сырлары бар адамдар болып шықты. Сонымен менің өмірімнің екінші, ең ауыр тарауы басталды. Дәулетпен қарым-қатынасымыз күннен күнге тереңдей түсті. Ол маған өте бауырмал, қамқор болып көрінді. Телефонмен сағаттап сөйлесетінбіз, кездесетінбіз. Ол маған, мен сені ешқашан тастамаймын, сен менің жалғыз сүйіктімсің деп ант беретін. Бірақ Дәулеттің өз отбасында да үлкен мәселелері бар еді. Ол ата-анасынан ерте айырылып, ағасы мен жеңгесінің қолында өскен болатын. Жеңгесі өте істем, ауылда беделі бар, ал ағасы болса барлық мәселені өз бетінше шешетін адам еді. Дәулет ағасы мен жеңгесінің айтқанынан шыға алмайтын. Бірде біздің арамызда күтпеген жағдай болды. Мен жүкті болып қалғанымды сездім. Ол кезде осыны білгенде төбемнен жай түскендей болды. Анама не айтамын, нағашыларыма қалай қараймын деп қатты қорықтым. Дәулетке хабарласып, жағдайды айттым. Дәулет басында сасып қалды. Қазір ағама, жеңгеме айтайын, бірақ олар бірден келсе қоймайды, біраз уақыт керек деді. Мен күн санап қорқып жүрдім. Уақыт өтіп жатты, ішімде біліне бастады. Ақыры шыдай алмай, Дәулеттің ауылына өзім іздеп бардым. Намысымды таптап, оның жеңгесінің алдына бардым. Жеңгесі маған суық қарады. Біздің баламыз алиментке қалып жүрген жоқ па? Сен қайдан келген қызсың, деп ашықтан ашық мені кемсіте бастады. Бірақ мен жылап тұрып, ішімде Дәулеттің баласы бар, бізді қосыңыздар дедім. Жеңгесі ойланып қалды. Ақыры ел-жұртқа масқара болмайық деп, ажырасу мен тойдың орнынан мені үйлеріне алып қалуға шешім қабылдады. Алайда мені келін қылып түсіргенде де ешқандай той болған жоқ. Мені ауылға әкеліп келін етіп отырғызды.
Kayın jurттың маған деген суық көзқарасы дәл солай басталды. Ауылға келін болып түскеннен кейін менің көрмеген қорлығым қалмады. Абысыным үйдің барлық ауыр жұмысын маған жүктеп қойды. Таңертең ерте тұрып, сиыр сауу, нан жабу, кер жуу, үй тазалау, бәрі менің мойныма түсті. Абысыным маған үнемі, сені біз той жасап, ақ босағадан шақырып алған жоқпыз. Өзің келіп тиіп алдың, соны ұмытпа деп бетіме басатын. Дәулет болса, мұны көре тұра, ағасы мен жеңгесіне ештеңе айта алмайтын. Қыс түсті, суық басталды. Менің аяғымда жеңіл туфлиден басқа ештеңе болған жоқ. Қар жауып тұрса да, мен туфлимен су кешіп, отын тасып жүрдім. Абысыным маған бір жылы киім берген жоқ. Ақыры шыдай алмай, өзімнің бұрын жинап жүрген кішкене ақшама базарға барып, арзан болса да жылы куртка мен етік сатып алдым. Үйге киіп келгенімде, абысыным мені көріп ашудан жарыла жаздады. Ой, арам тамақ, қайдан алдың мұндай киімді? Сен өз ақшаңа киініп жүрсің бе, әлде дәулеттің ақшасын ұрлап жүрсің бе, деп айғай салды. Мен жылап тұрып, бұл өзімнің бұрынғы ақшам, суықта аяғым тоңып бара жатқан соң алдым дедім. Бірақ ол сөзге сенбеді. Дәулетке шағымданды. Дәулет мені жақтаудың орнына, жеңгеме тіл қайтарма деп маған ұрысты. Содан кейін мен бұл үйде маған ешқандай тіреу жоқ екенін түсіндім. Көп ұзамай, менің босанатын уақытым да жақындап қалды. Арада айлар өтіп, мен тұңғыш қызымды дүниеге әкелдім. Қыз босанғанда Дәулет өте қатты қуанды. Ол балажан еді. Қызымыздың қырқынан шыққанда достарын, туған-тумаластарын шақырып, кішкене атап өттік. Қонақтар тарап, үй тынышталған соң, қызым жылай берген соң, оны емізіп отырдым. Дәулет маған қарап, мен қазір далаға шығып келейін деді де, бөлмеден шығып кетті. Арада 20 минут өтті, Дәулет қайтып келмеді. Мен қызымды ұйықтатып, далаға шықтым. Аулада ешкім жоқ. Екінші қабатқа көтерілетін темір баспалдақтың жанына барғанымда, бөбемнен жай түскендей болды. Дәулет темір баспалдаққа жіп байлап, өзін-өзі асып қойыпты. Ол күрілдап, тұншығып жатыр екен. Мен айғайлап жібердім. Жүгіріп барып, оны құшақтап, жоғары көтеруге тырыстым, бірақ әлім жетпеді. Жан дәрменмен пышақ іздеп, жүгіріп барып көршілерді шақырдым. Көрші кісі жүгіріп келіп, жіпті кесіп, Дәулетті жерге түсірді. Дәулеттің мойны тілініп, терісі сыпырылып кеткен екен. Ол есін араң жейді. Мен еңкілдеп жылап, неге бұлай жасадың? Баламыз кішкентай ғой, бізді кімге тастап барасың, деп сұрадым. Бірақ Дәулет ештеңе айта алмады, тек жылап басын төмен қаратты. Көршілер мұны полицияға айтпай, өз арамызда жауып қойды. Бірақ Дәулеттің мұндай қадамға неге барғаны мен үшін жұмбақ болып қалды. Сол оқиғадан кейін біз ауылдан Шымкент қаласына көшіп кеттік. 2 бөлмелі уақытша үйді жалға алдық. Дәулет жұмысқа орналасты, мен де қызымды бағып, үйде отырдым. Көп ұзамай, мен екінші рет жүкті болдым. Бәрі жақсы болады деп үміттенген едім, бірақ біздің жалдап отырған үйіміздің қожайыны өте оғаш әйел болып шықты. Сол әйел бақсылықпен, емшілікпен айналысады екен. Бірде мен далаға шықсам, қызымның горшогына шүберек байлап, қоршап қойғанын көрдім. Неге бұлай жасадыңыз десем, ол маған бақырып, ұрыса кетті. Сол күннен бастап кішкентай қызым кенеттен ауыра бастады. Дене температурасы 40 градусқа дейін көтеріліп, талып қала беретін болды. Дәрігерлер емханаға жатқызғанымен ешқандай диагноз қоя алмады. Анам келіп қызымды көріп, қатты қорықты. Бұлай болмайды, мұнда бір нәрсе бар деп, бізді ауылдағы бір емші кемпірге алып барды. Сол кемпір қызымды қара тауықтың қанымен ұшықтап, дұға оқығаннан кейін ғана қызымның беті бері қарап, есін жейді. Бірақ бұл біздің басымызға келе жатқан үлкен қайғының басы ғана еді. Қызымыз жазылғанымен, Дәулеттің мінезі мүлдем өзгеріп кетті. Ол ішімдікке салына бастады. Жұмыстан ішіп келіп, маған сылтау тауып тиісетін болды. Сол кезде менің ішімдегі екінші жүктілігім белгілі болды. Дәрігерге барып қаралғанымда, маған егіз бала күтіп тұрғанымды айтты. 2 қыз. Мен қуанарымды да, қайғырарымды да білмедім. Үйдегі жағдай белгілі. Дәулет ішіп жүр, ақша да жетпейді. Босанатын күн де жетті. Толғағым ұстап, ауруханаға түстім. Босану өте ауыр болды. Қан қысымым көтеріліп, есімнен танып қалдым.
Dərgirler meni azir aman alıp kaldı. Men esimde jeyğanda, kasımda Medbike tur eken. Balalarım kayda, dep suradım. Medbike көзін төмен түсіріп, sabır etiniz, игіздеріңіз шетінеп кетті, dedi. Сол сәтте менің төбемнен жай түскендей болды. Жылап, айғайлап, балаларымды көрсетуді өтіндім. Бірақ дәрігерлер маған балаларымды көрсетпей, инкубаторда шетінеп кеткенін айтып, орап қойған кие берді. Сол күні мен екі бірдей сәбиімнен айырылып, бос құшақпен үйге оралдым. Егіз қыздарымды жерлегеннен кейін менің өмірім қараңғылыққа айналды. Дәулет те қатты қайғырды, бірақ ол бұл қайғыны ішімдікпен жууға тырысты. Сол кезде біздің жездеміз келіп, Дәулетке көмектескісі келді. Ол Тәжікистаннан бензин таситын КамАЗ көліктерін жалға алып жүргізетін. Дәулетті сонда жүргізуші етіп жұмысқа алды. Дәулет КамАЗды жүргізіп, ақша таба бастады. Өміріміз кішкене оңалғандай болды. Бірақ бұл қуанышымызда ұзаққа созылмады. Бірде Дәулет тас таситын карьерге жұмысқа кетті. Сол түні ол үйге оралмады. Таңертең маған жездеміз хабарласып, суық хабарды жеткізді. Карьердегі күзетшінің будкасында түнде газ жарылып, өрт шыққан екен. Иіс тиіп, Дәулет сол жерде қайтыс болыпты. Оның денесі де күйіп кеткен екен. Сол күні мен 29 жасымда екі кішкентай қызыммен жесір қалдым. Жұбайымды топыраққа тапсырғанда, жүрегімнің бір бөлшегі де бірге көмілгендей болды. Дәулеттің қазасынан кейін қайын жұртымның шынайы бет әлпеті ашылды. Олар менің қайғыма ортақтасудың орнына Дәулет жүргізген КамАЗ көлігін, оның ақшасын таласа бастады. Қазаның жетісі өтпей жатып, қайнағам келіп, КамАЗдың ақшасын, Дәулеттің чиындарын маған өткізесің деп талап етті. Мен сонда жылап тұрып, мен екі баламен жесір қалдым ғой, бұл балалардың несібесі емес пе, дедім. Бірақ олар мені тыңдағысы да келмеді. Ақыры мен КамАЗдың кілтінде, ақшаны да оларға бердім. Тек балаларыммен аман болсам екен дедім. Содан кейін мен екі қызымды алып, анамның үйіне қайтып келдім. Анам мені құшағына алып жылады. Бірақ алда мені ең сұмдық түн күтіп тұрған еді. Анамыздың үйіне көшіп келгеннен кейін, мен өзімді кішкене болсын қауіпсіз сезіне бастадым. Сіңлім мен инім де қасымызда еді. Мен базарда аздап сауда жасап, қыздарымды асырауға тырыстым. Бірақ жесір әйелдің артынан өсекте, сөзде көп ереді екен. Бірде анам мен сіңлім ауылға, туысқандардың тойына кетті. Үйде екі кішкентай қызым екеуміз жалғыз қалдық. Түн ортасы ауған кезде, сыртқы есік тарсылдады. Мен шошып ояндым. Бар болып, кім бұл, деп сұрадым. Сырттан таныс дауыс шықты. Келген адам, қайтыс болған Дәулеттің өз ағасы, яғни менің қайнағам еді. Мен есікті ашпай, қайнаға, түн ортасында не іздеп жүрсіз? Анамдар үйде жоқ еді, дедім. Бірақ олмас екен. Есікті итеріп, үйге басып кірді. Ол маған жақындап, сен енді жесірсің, біздің тұқымның әйелісің, маған қарсы келме деп доқ көрсете бастады. Мен шошып кетіп, қайнаға, не айтып тұрсыз? Сіз менің ағама айналған адамсыз ғой, Құдайдан қорықсаңызшы, деп айғайладым. Бірақ ол мейірімсіздікпен мені құшақтап, бөлмеге сүйрей бастады. Мен қарсыластым, айғайлағым келді, бірақ бөлмеде екі кішкентай қызым ұйықтап жатқан еді. Егер олар оянып, бұл сұмдықты көрсе, өмір бойы психологиялық травма алатынын түсіндім. Сол түні ол қатыгездікпен маған зорлық көрсетті. Мен үнсіз жыладым. Тек ішімнен, Алла, мені неге тірі қалдырдың, деп боздадым. Ол ісін бітірген соң, егер бұл туралы бір адамға айтсаң, сені де, балаларыңды да құртамын, деп ақырып, шығып кетті. Сол түні ол кете салысымен, мен есікті ішінен бекітіп, еденге құлап жыладым. Өзімді әлемдегі ең лас, ең бейшара адамдай сезіндім. Асханаға барып, пышақ алдым. Өз тамырымды кесіп, бұл қорлықтан құтылғым келді. Шынымен де бұл өмірде маған орын жоқ сияқты еді. Сол кезде кішкентай қызым оянып кетіп, асханаға шықты. Мама, неге жылап тұрсың, деп менің етегімнен ұстады. Қызымның мөлдіреген көздеріне қарап, қолымдағы пышақ жерге түсіп кетті. Мен оны құшақтап, еңкілдеп жыладым. Егер мен өліп кетсем, бұл екі қызды кім бағады? Түлкідей жем қылып тастап кетемін бе? Жоқ, мен өмір сүремін. Балаларым үшін бәріне шыдаймын деп өзіме сөз бердім. Бұл сұмдықты анама да, ешкімге де айтпауға шешім қабылдадым. Шындықты ішіме көмдім.
Жылдар өтті. Мен өзімді тек балаларыма мен жұмысқа арнадым. Базарда сауда жасап, қыздарымды өсірдім. Анам маған үнемі, қызым, жасың ғой, саған тіреу болатын, қыздарыңа пана болатын адам керек деп айтатын. Бірақ мен еркек атаулыдан қорқатын болып қалған едім. Бірде базарда жұмыс істеп жүргенде, мен Ержан деген кісімен таныстым. Ержан бұрын ажырасқан, сабырлы, салмақты 35 жастағы азамат еді. Ол маған қарапайымдылығымен, шыншылдығымен ұнады. Ол бірінші күннен-ақ, маған сенің өткенің маңызды емес, маған сен және сенің екі қызың қымбатсыңдар, мен оларға өз әкесіндей боламын деді. Мен оның сөзіне бірден сенген жоқпын. Бірақ уақыт өте келе, оның іс-әрекеті сөзіне сай екенін көріп, жүрегім жіби бастады. Ақыры мен Ержанмен бас қосуға келістім. Біз шағын ғана некемізді киідіріп, бірге тұра бастадық. Ержан айтқан сөзінде тұрды. Ол екі қызымды өз баласындай жақсы көрді. Оларға киім алып беріп, мектепке тасып, нағыз әкелік мейірімін төкті. Қыздарым да оған бауыр басып, папа деп атай бастады. Мен өмірімде алғаш рет өзімді артында тіреуі бар, қауіпсіз әйел ретінде сезіндім. Біз еңбек етіп, жаңа үй салдық, бақша ектік. Отбасымызда тыныштықпен орнады. Сол кезде мен өткендегі барлық қайғы қасіреттің артында Алланың бір қайыры бар екенін түсіндім. Бірде біздің үйде туған туысқандар, құдалар жиналған үлкен той болды. Сол тойға бұрынғы қайын жұрттың да кейбір туыстары келіпті. Сол кезде бұрынғы қайын ағамның әйелі, абысыным, елдің көзінше мені кемсітпекші болып, бұл кезінде бізден кетіп қалған, балаларын бізге көрсетпей жүрген әйел ғой деп сөз айтты. Сол кезде мен сөйлемей-ақ қояйын деп едім, бірақ Ержан орнынан тұрды. Ол елдің алдында, бұл әйел менің адал жарым, ал мына екі қыз, менің өз қыздарым. Кезінде сіздер бұларға қамқор болмағанда, енді келіп ақыл айтпаңыздар, деп кесіп айтты. Сол кезде менің бұрынғы абысыным велғаннан үнсіз қалды. Мен сонда өзімнің қандай азаматтың қасында жүргенімді сезініп, іштей тәубе дедім. Бүгінде арада 15 жыл өтті. Екі қызым да бой жетіп, жоғары білім алып, өз теңдерін тауып, тұрмысқа шықты. Қазір мен сүйікті әжемін, құшағымда немерелерім бар. Олар маған келіп, әже деп еркелегенде, өткендегі барлық көз жасым мен қайғым ұмытылып кетеді. Анам да жасы ұлғайып, ақ жаулықты әже болып, енімнің қолында бақытты өмір сүріп жатыр. Осының бәрін ойлай отырып, мен мынадай қорытындыға келдім. Өмірде қандай ауыр сынақ келсе де, сабыр түбі, сары алтын. Егер мен сол бір түні намысым үшін өзіме қол жұмсағанымда, бүгінгі осы бақытты, осы немерелерімді көрмес едім. Бұл оқиғаны мен ешкімді айыптау үшін айтып отырған жоқпын. Бұл, маған ұқсап тағдырдың тауқыметін тартып жүрген әйелдерге, аналарға демеу болсын деген ниет. Ешқашан үміттеріңізді үзбеңіздер. Алла бәрін көруші де, білуші де. Менің әрбір жылаған түнім үшін Алла маған осындай сұлу өмір, пана болатын азамат, саналы балалар сыйлады. Осы күнге жеткізген Аллаға мыңда бір шүкір. Аман болсын, отбасымызда тыныштық болсын.